намазда жүрген спортсмендер көбінесе өзін таза ұстағаннан кейін тек қана тренировканы ойнайды. Соны Айбек, керек емес. Мен оразадамын, тамақ ішпей жүрмін, кішкене әлсіреп қаламын деген ой вообще болған жоқ. Таңғы ас ішіп алғаннан кейін негізі адам кешке жақынға дейін жүре алады. 5 күні бітті ме ораза, 7 күні мен күрестім. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл сөз жобасы сіздермен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта ерекше шығысымыздың тұлғалары. Таныс болыңыздар. Әлем барысы, Қазақстан барысы Айбек Нұғымаров ағамыз келіп отыр, және де Семей қаласының Абай Құнанбайұлы атындағы орталық мешіттің бас имамы Асқар ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді бұл жобаның ерекшелігі енді емін-еркін отырып, кеңінен көсіліп, ішіміздегі ойымызды барша қоғамға шығарып, сөзімізді айтсақ деген. Шай ішейік десек оразамыз дейсің ғой. Иә, шай ішейік десек оразамыз. Жақсы. Жақсы, әзіл Асқар аға. Ал ендеше бастайық. Оразаны жалпы тамақтан тыйылудан бастаған дұрыс па, әлде қалай? Жалпы қазіргі кезде көбісі өзін тамақтан ғана тыйып, басқа нәрселерге ерік беріп жататын сәттер болады. Иә, дұрыс. Мынау ораза деген жалпы тыйылу деген сөз араб тілінде. Тыйылу дегенде кешеде уағыз жұмада айтып жатырмыз. Көп адам мынау ішіп жеуден тыйылып, бірақ қалыпты өмірмен сүре береді. Өзінің қате привычка дейді ғой, соларын қайталап жүре береді. Жаңағы жастар айтқанда өздерінің приколдары, сол прикол баяғы тіл көзге контроль болмайды. Сондықтан көп жастарға да айтарымыз, ораза мейлінше тыйылу керек. Тыйылу деген бірақ үндемей қалу деген сөз емес. Жақсы жағдайларын өзгерту керек. Сөзінде, ісінде бір нәрсе тыңдаса да, бір нәрсе көрсе де, сол жақсы жақтарын, пайдалы жақтарын, рухани жақтарына көңіл бөлсе, яғни тыйылу дегенде ол бір жаман нәрседен тыйылу ғой. Осы жағына көңіл берсе, оразаның өзі бір ерекше берекесі болады. Енді ол кезде өз барысқа бір ай, 2 ай қалғанда өте үлкен нагрузка беріледі. Ол кезде енді 3 уақыт тренировка. Ол кездегі жаттығулар еще бізде жай ғана жүгіре салу, жай ғана емес, күннің ыстығында стадионда кәдімгідей кешкі сағат 5-те басталады. Ол ораза 8:30-9-ға таман ауыз ашар уақыт. Ол жердегі қиналу кәдімгідей. Бірақ енді Алланың құдіреті 2019 жылы мен Қазақстан барысының алдында жаттықтырушыларыма айттым. Мен ораза ұстаймын. Соны Айбек керек емес. Енді кісі нетпеді енді тренерім. Айбек керек емес қазір. Әлі уақытың бар ғой, бұйыртса спорт қойғаннан кейін де боласың. Ол кісі ары қарай неме істемеді де, бірақ жанындағы ағаларымыз бар ғой, солардың бәрін айтты. Айбек айтыңдар, болмайды. Ораза қазір реті келмейді, енді қазір еңбектену керек. Бірақ мен қоймай жүріп енді отказ бердім. Содан ораза ұстадым. Оразаның уақытында жаңағыдай өте қатты нагрузкалар болды. Сағат енді таңертеңгі жаттығуды азайттым да, кешке жақын ғана толық нагрузка беріп отырдық. Сонда Алланың құдіреті кешкі сағат 5-те біз стадионға барамыз. Енді кілем уақыты кешке бір күн кілем, бір күн далада ғой. Жазды күні, шілденің кезі, бір маусымның кезі ғой деймін өтірік айтпасам. Маусымның кезі, сол мен шілдеде болады ол барыс. Стадионда жүгіріп келе жатамын да, мен ана жерде стадионға еще анау немене ғой, поле бар, еще анау резина ғой, астында жүгіретіндер. Анаған ыстық түскен кезде табанын күйдіріп жүреді да, 5-дің кезінде ыстықтың енді қайтайын деп жатқан кезі ғой. Сол кезде дайындалып жатқан кезде Алланың құдіреті деймін да, қанша әлсіреп бара жатсаң да, сондай тылсым күш беріп отырып отыр. Кәдімгідей жаттығу кезінде. Одан кейін тренировка бітеді, жаттығу біткеннен кейін 1,5-2 сағат бар әлі ауыз ашу ғой. Сол кезде әлсіздендірген жоқ бір айдың ішінде. Алланың құдіреті де. Содан кейін жаттығу кезінде де сондай андай бір мен оразадамын, тамақ ішпей жүрмін, кішкене әлсіреп қаламын деген ой вообще болған жоқ. Ой болса да, бірақ әлсіреткен жоқ. Алла тағаланың құдіреті. Сол жылғы жарысында сол жылғы Қазақстан барысында мен шындығын айтқан кезде өте жақсы күрестім. Енді Алланың құдіреті бірінші орын алдым 2019 Қазақстан барысында. Керемет. Енді ораза ұстап жүріп, ораза бітті, міне бүгін бітті, 2 күннен кейін мен күрестім. 5 күні бітті ме ораза, 7 күні мен күрестім. Анда енді Алла тағала өзі ретімен келдіріп жатыр да. Бәрін кәдімгідей күресіп жатырмыз, бір қалай айтса болады, бір тылсым күш беріп
Оның алдында өзі как раз президент сайлауы болды ғой бізде, бір күн бұрын. Сол кезде ана форум болды бізде. Сол кезде форумда 12 000 адам, енді ол кезде ана жерде 2 президент тұр. Алдыға шығып 12 000 адам велотректің ішінде тұр да. Мен оразадан кейін енді организм әлі үйренілмей жатыр, тек қана су ғана ішіп отырмыз да. Тамақты уже енді күндіз қабыл етпейді ғой. Ол 5 күні, 6 күні. Сол кезде ана форумда енді ертеңінде Қазақстан барысы. Біз күресуіміз керек. Ана форумнан кейін келем. Соны тренерім айтам, тамақ ішіп алайық деп, тамақ ішіп аламын, таңертең тұрамын да айтамын тренеріме. Мен кешегі форумнан кейін деймін да, еще аш болып, мен күндіз күні бойы форумда болды ғой. Аш болып мен айтамын да, ертең бүгін деймін, таңертең тұрғаннан тренерім келіп отыр. Қалай дайындығың дейді, қалай ұйықтадың жақсы. Мен айтамын, что-то мен ешкімді бүгін жоқ етпейтін сияқтымын. Артық айтпаймын, Алланың құдіреті солай тылсым күш беріп тұр да шынымен де. Әйтпесе енді 2 күннің ішінде толығымен восстановить етілу мүмкін емес те ғой, оразадан кейін. Бірақ жарыс кезінде ешқандай бөгет болған жоқ. Бәрін өзі Алла тағала ретімен келтіріп отырды. Жалпы осы орайда ниетке байланысты екенін ұғынуға болады, осы бір қарапайым ғана өмірден алынған мысал, Айбек ағамыз ораза ұстап, одан ешқандай бір әлсіреп, бойындағы күші сарқылып қалған жоқ, жеңіске жетті солай болып тұр. Енді осы орайда бір заңды сауал туындайды. Осы ораза ұстайтын жамағаттар енді өзіміздің мұсылман қауым ғой, мұсылман өкілдері. Өткенде Олимпиадаға барған кезде Фейсбукта, жалпы әлеуметтік желіде үлкен пікірлер қозғалды, жаңа қоғам белсенділері, үлкен жалпы зиялы қауым деп жүрген үлкен ағаларымыз, алдыңғы толқын жаңағы журналистер, ақындар бар. Оның ішінде барлығы былай деді ғой, білетін шығарсыздар, оқыған шығарсыздар. Жаңағы сақал өсіріп, жаңағы дінді ұстанған, намаз оқитын жандар сол Олимпиадада спортқа көңіл бөле алмай, жүлдесіз қайтты дегендей пікірлер болды. Оған көзқарастарыңыз қалай? Жалпы осы орайда сұрайын деген сіздерден. Жалпы енді ниетке айтып кетейін бірінші. Жалпы ниет өзі бұл психологиялық былай қараған кезде адамға көп әсер етеді. Ниет. Мысалы, таңертең тұрып, мысалы, таңғы ас ішіп алғаннан кейін, негізі адам кешке жақынға дейін жүре алады. Бірақ оның ниетінде мен түскі ас ішуім керек деген нәрсе тұрады да. Сигнал келіп тұрады. Сосын түске жақындағанда автомат түрде есіңе түсіп қарның ашады. Ал мына оразада, жо мен оразамын, болды, кешке жақын 7-де ашам деген сияқты, 8-де ашам деген сияқты адам ниет қойып тастаса, Алла тағала сол ниет деген қасиетпен ананың организмін соған өзі автоматтандырып дайындап қояды. Ол күндіз оны мазаламайды, кішкене не болуы мүмкін, бірақ сол кешкі сағат 8-ге дейін оны денесіден есте шыдап береді. Жаңағы Айбек бауырымыздың да сол 3 уақыт тренировкаға шыдап бергені, соның бәрінен өткені, сол жылы бас жүлде алтынға ие болған бәріне сол ораза деген ниет, ықыластың дұрыс, таза болғандығынан деп ойлаймын мен шариғи жағынан қарағанда. Жалпы жастардың тілімен айтқанда бір ерекше вайб қой, былайша айтқан кезде ораза деген. Күндізгіден аш жүресің, сол кешкі уақытта күтіп ана суды ішудің өзі бір ерекше вайб деуге болады, былайша айтқан кезде. Өзінің әсері бар. Алла тағала маңдайға не жазады? Сол болады. Мейлі ораза ұста, мейлі ораза ұстама, бұйырған нәрсе, өз қазақта сөз қалмаған ғой, бұйырған нәрсе кетпейді, бұйырмаған жеткізбейді. Расында да енді жаңағы Олимпиада барысында, мысалы үшін ораза кезінде болды, бұл жерде оқу жаттығу жасалды, шынымен бақ жанбады. Ол Қазақстанға жаңа журналистер болсын, қандай адамдар жазып отырса да, біз сын айтуға дайынбыз деп, сын айтқан жақсы көреміз. Бірақ ол Олимпиада Қазақстан осы уақытқа дейін алтынсыз қайтпаған. Жоқ, 2-3 алтынның елі. Ол өмірдегі барлық нәрседе бір спат дейді, спат болу керек. Бір құлап. Ол именно бір құлап барып тұру керек болатын. Енді келесі Олимпиадада біздің енді бауырларға бұл үлкен сабақ болды. Қазірге осы ол енді жаңағы ораза кезінде болды, жаңағы сақал өсіп жүрген түк уже спортқа жоқ қатысы жоқ сақал. Енді сақалмен ұстап көрсетпейді ғой, ол жерде бәрін емес. Енді жаңағы ораза барысында келетін болса, ол жерде Олимпиадаға баратын спортшылардың немесінде, сбор дайындығында оларда барлық нәрсе қаралады. Әр тамақтың калориясына дейін қаралады. Кешке жақын күндіз әлсіреген бәрін ол жердегі врачтар қарап отыр. Кешке жақын соны толығымен калорияны бір күндік әбеттегі калорияға бар, жаңағы таңғы астағы калорияның бәрін кешке жақын бәріне толығын берді. Ол енді ары ұйықтаған кезде бәрібір толығын бастан етіледі. Ертеңінде бәрібір де күшпен тұрады. Енді бұл жерде жаңа дұрыс Олимпиада кезінде біраз ой бұл
намаз оқитындар, сол сақал дінге қойғандар деп тірелген дінге адамдар ол да бар ма? мүлдем келмейді негізі ол жерде. Енді оған не деп жауап береміз Асқар аға, енді Енді бұл жерде әркімнің өз ұстанымы өзінде. Керісінше жаңа Айбек бауырымыз бір сөзінде айтты, көп спортсмендер намазда деп. Енді ортасы ішінде жүргеннен кейін менен жақсы біліп отырды. Мынау көп жүлдеге нетіп жүргенде осы намазда болады екен. Мысалы мен кеше бір мықты намазхан футболисттің несін тыңдап қалдым да бір жігіттен. Қазір жастарда ойнайды. Мысалы кеше ма, жақында бір немен ойнады ғой. Шотландиямен ойнаған кезде мысалы гол салған жігіт соңғы 94-ші минутта. Сол өзі намазхан жігіт та негізі. Намазхан жігіт. Енді соны айтайын дегенім бұл жерде көбінесе мынау спортта да ұстамдылық танытатын, анау атаққа берілмей, нәпсіге берілмей, өзінің жаңағы нәтижесінде жүретін, селіне нақты жетіп жүргендер осы имандылықта жүргендер екен. Ана көп атаққа неткен кезде кейбіреулер ішіп кететін, қыдырып кететін де спортсмендер болады екен. Содан кейін жартысынан қалады. Ал мынау намазда жүрген спортсмендер көбінесе өзін таза ұстағаннан кейін тек қана тренировканы ойнайды, атаққа жетіп, марапатқа қошеметке ілініп барса да, мен Құдайдың құлымын ғой деп өзін қарапайым не істейді, ұстайтын психология осы намазхан жігіттерде болады екен. Ал енді олимпиадада оған қалай жауап берсек болады? Жоқ, ол жерде мәселе ол емес. Енді ораза сылтау болып тұр ғой енді. Ол жай бір сылтау. Ол жерде жаңағы тренер бар, бас тренері бар, дәрігер бар, несі бар, ол жерде намаз оқимай ма, оқымай ма, бәріне бір система қойған. Ол жаңағы мен намаз оқимын деп балалардың тренировкасын тастап кетпейді ғой. Сондықтан ол жерде бір жалпы дінге тиісіп кетті. Бірақ ол жерде тиісудің жаны бар. Спорт қауымының ішінде уахабизм ағымы бар. Оны жасырмау керек. Мысалы әсіресе мынау күресте жүрген жігіттерде ханафи бағытында емес, кішкене сәләфилік бағытта жүрген бауырларымыз бар. Соны сынау керек еді. Жалпы дінді сынау, мұсылманшылықты сынау енді ол артықтау деп есептеймін. Қазақтың сөзі бар ғой, бір қарын майды, бір құмалақ шықты. Бір құмалақ шықты. Дәл сол мәселе болды. Енді ол діннің өзі әртүрлі мазхабқа бөлінгеннен кейін жаңағы ол жоқ емес ол спортта бар нәрсе. Иә. Одан кейін бәрі, мысалы үшін сақал өскендердің бәрі бұлар сәләфиттер деп шығады. Мен мынау өз үшін өсіретін адамдар да бар, ол әртүрлі діннің. Астана қаласында істегенде біз үлкен жалпы Қазақстан барысы деңгейінде жарыс өткізгенбіз. Осында Айбек бауырымыз содан танып араласып кеттік. Үлкен деңгейде қазақ күресі болып жаңағы қызық болған. Осы мен ол кезде Астанада істеймін. Семейге звондаймын ғой. Мақсат имам ол кезде. Мәке, ана сізде мықты қазақ барысының жігіттері бар ғой, алып келіңіз күрессін мына жерде десем. Иә, барады, бір уақытта бармайды деді. Бармайтын болды Айбек деді. Сосын мұхит басқа жақтан шығады деді. Содан енді Алланың қалауымен Айбектер келіп көрсе жақсы болар еді деп ойлап жүргем. Нұр Астана мешітінде істеймін ол кезде. Содан бір күні асыр намазда қарасам Айбек отыр. Ішімнен ойладым, Алла тағала өзі әкепті ғой мына жерде. Мынандай болды ғой. Осында Мақсат ол кезде Мақсат ағамыз бас имам болды, как раз Асқар ағаларымыз сол кісілер өтініш жасаған. Енді күреспейді емес, шындығын айтқан кезде тоже нәпсі болып тұр ғой енді. Той домалақ содан қалмау керек болды да, именно сол күні досымыз үйленіп жатыр, бір бауырымыз үйленіп жатыр, сол той болды енді. Содан кейін енді сылтаулату керек, Мақсат аға звондайды, Мақсат аға мен қазір жағдайым болмай тұр. Енді немен жағдай дейді да. Той деп айтқанға тоже енді діни көзқарасымен келмейді енді, қазір тойға барсаң сол кезде Мақсат аға звондаған сайын алмай қашып жүрдім. Енді ана тойға әбіш айтады, той жаңағы үлкен жасы келіп үйленіп жатқаннан кейін қуанышын бөліседі. Содан бір жұмыстармен Астанаға бардым, как раз. Содан как раз бір 5-нен 2-ге ауысып жатқан уақыт қойдым. Сол кезде оқып алдым да 5-ді оқып 2-ні оқиын деп отырғам. Бір кезде Асқар бір қарауы бір бұрыш жағына қарай отырмын, шет жағына қарай отырсам Асқар ағай отыр. Сол жерде таныстық біз. Айбек сен өз Алла тағала алып келді ғой, қай жаққа қашсаң да бәрібір сен Алла тағала осы жерге алып келді дейді да, сен күресесің. Енді ана мешіттің ішінде енді өтірік айтуға келмеді енді. Өтірік айтқанда сылтауымды айта алмай тұрмын да, енді той деп айтсам айтады ғой. Бірақ Алла тағала бұйыртып
Асқар ағаларымыздың себепкер болып үлкен қажылыққа барып келдік біз. Бас жүлдені алдық. Бас жүлдені алып, сонда енді қаншама машина ұттық, қаншама жүлде ұттық енді. Миллиондаған ақша ұтқан кезде бір қажылыққа бара алмадық қой, сол ақшамен. Мысал үшін, сол кезде ана жарыс бәрі жақсы өтті, жаңағы бірінші орынға және тренеріме жаңағы өзіме үлкен қажылық сертификатын берді. Сол кезде сертификатты алып, жүлдеден шыққаннан кейін зал бар ғой, соған келгенде кәдімгідей көзіме жас тоқтамай тұр да. Мен айтамын, Алла тағала кешір бізді. Сен қанша берген кезде, ақша беріп тұрған кезде, ұттық қой енді ақша болғанда, жаңағы қаражатты ұттық, машина ұтқан кезде мен осыны бара алмадым. Ойға келген жоқ. Енді мынаны сен бар деп. Ол кезде нәпсі болды ғой енді. Ол кезде соны енді ана дүние құмарлықпен сол жаңағы неме болып кетті. Енді қазір тегін беріп тұрсың. Енді мынаған бармасам мен енді мұсылмандығыма зиян келтіргенмен бірдей ғой. Сонда алғаш барып келдім сол кезде. Тренерім енді бұл жерде бір неменеге бару, қажылыққа бару. Екіншіден мен екінші тренерім бар. 2016 жылы енді басынан бастап айта кетейін. Әсіресе айтқан шығармын. Намазға енді жығыламау деп жүрген кезде аятыл курси сүрені жаттап жүрген. Вот Алла тағала может соған себепкер бар екенше, сонымен осында біздің бір бауырымыз бар. Сол екеуміз, тренерім бар, тауға сборға барып жатырмыз Алматыға. Тауда кәдімгідей. Пойызға отырып едім, ана бауырымыз енді действительно температура ауырып жатыр да. Мен айтамын, сен немеге барып жатсың қазір? Екеуміз бір комнатаға түсеміз. Анда таудағы жаттығудың 20-12 күн, 13 күн жатуымыз керек. Сен мені ауыртасың, бітті екеуміз де жатамыз, чисто барып демалып қана қайтамыз, бітті басқа барайын жоқ. Алматыға жетті, ой, жазылам деді. Мен аятыл курсиді қағазбен оқып жүрмін, ол кезде мен намаз оқымаймын. Содан комнатаға келдік, орналастық, тауға орналастық, қарама-қарсы комнатада тренерім, мына жақта жаңағы бауырым екеуміз жатырмыз. Бір комнатада екі төсек. Сонда аятыл курсидің құдіреті, соның душқа түсіп, енді дәрет алып келдім де, жатайын деп немесе жатсам. Ана бауырым тұрды да айтты, Айбек, сен бірдеме жаттап жүрсің ғой, может, мені бір деп немесе жүрсі деді, қалжыңдап. Мен соны күлдім, қойшы, ол үлкен сүре деп айтып жатырмын да ғой. Соны енді немесе дедім де, ешқандай немен ой болған жоқ енді бір. Бардым да, аятыл курсиді оқыдым да, анау маған қарқылдайды, енді ауырып жатыр еще. Маған мазақ қылып тұрсын дейді, мен айтамын, мықты сүре мен. Соны енді қалжыңдап сөйтіп неме жындағып жатырмын. Енді шын айтқан кезде ойын болды, ойын барысы болды да. Қалжыңдап, анау ол қарқылдап күліп отыр маған қарап, мен ауырып жатса да. Таңертең тұрған кезде құлан таза, тап-таза ауырып. Вот құдіреті деймін де, может Алла тағала сол жерде себепкер болып қалып тұрған шығар. Содан тренеріме айтамын да, ағам түнде аятыл курсиді оқыдық. Ол неме дейді, ол кісі діннен алыстау болды. Соны айтты, Айбек, намаз оқып жүрсің ба деді. Иә, намаз оқып жүрмін дедім маған. Бірақ дедім, қай күн екенін білмеймін, бірақ сізді де бәрі намазға жығам дедім да. Соны енді ол кісі енді біраз андамда жүрген азамат қой енді. Иә. Айтты, Айбек, 3 рет Қазақстан барысын ұтсаң, әлем барысын, Қазақстан барысын 3 рет. Үшеуін біреуін ұтсаң, 3 рет ұтсаң, мен намазға жығыламын деді. Енді ол кісілер енді кезінде жүрген кісілер, нәрсеге діннен кішкене жақын болса да кішкене алысырақ болды. Сондай намаз деген ол кісілерге енді немене болды ғой. Соны Алла тағала бұйыртып 2013 жылы бірінші рет Қазақстан барысын ұттым ғой. Одан кейін 17-де әлем барысын ұттым. Одан кейін 18-де әлем барысын Астана Алматыда ұтамын ғой. Соны қазір Алматыда тренер келіпті да. Достар келіпті, Айбек, саған айып жетеді, соны бұзайық дейді да. Мен айтым, мен бұза беремін, бірақ жігіт деген естім болады енді тренерме. Все, Айбек, мен болдым, оқимын. Сонда Алла тағала құдіреті сол кісі намазға жығылып, сол үлкен қажылыққа баратын кезде 2018 жылы ол кісі намазға ниеттеніп дайындалды да. 18 жылы декабрьде болды енді. Ертеңгі 19 болып кетті ғой. 19-ның басында біз марттың кезінде ұттық ғой біз, е? Жоқ, октябрьде. Октябрь, 18-ның октябрьінде, біз 18-ның октябрьінде, как раз декабрьінде бізде әлем барысы. Сол әлем барысын ұтып, соны айтамын да, қайырдағы, міне, кеттік. Қазір Аллаға шүкір, намазда, қажылыққа барып келдік он қажылыққа. Алла береке. Алла тағала құдіреті деймін де, шынымен. Иә. Жаңа мен сөзімді аяқтай салайын. Олимпиадада сақалдылар деген мәселе айтылып кетті ғой. Содан әңгіме шығып кетті да. Мынау 2018-де біз
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазақ күресін жылда өткізіп жүретін. Содан біз үлкен деңгейде өткізейік. Бізге көп мынау профессиональ спортсмендер, действующий чемпиондар бізге совет айтты. Сіздер негізі мынау мықты спортсмендермен жұмыс жасап жатқан жоқсыздар деп бізге айтты. Діндар адамдар. Олардың көбі шынымен де ваххабизмге кетіп жатқандар бар дейді. Дұрыс күрес өткізесіздер, ол жаңағы әуесқойлар арасында. Сонымен ойландық та біз онда үлкен мықтылар арасында күрес өткізейік. Ондағы мақсатымыз өзіміздің дәстүрлі дінімізді де қосымша насихаттайық. Бір мешітпенен, мешіт имамдарыменен жаңағы батырларымыздың арасында байланыс орнасын деп кірістік қой. Негізі жүгіріп жүрміз соған. Сөйтсем жаңағы спорт комитеті де айтады, басшысы сол кездегі вице-министр де сендер дейді, имамдар құлшылықтарын жасасаңдаршы, нелерің бар оларда дейді. Оны біз өткіземіз, өзіміз қаржы бөлеміз, өткіземіз дейді. Сосын мен сол кезде точкасын қойып айттым. Бұл жерде мәселе идеологический. Дұрыс, күресті керемет бізден жақсы өткізесіздер, бірақ мойындаңыз дедім жаңағы кісіге. Балаларыңыздың көбі, сол кезде Арман Шораев бар. Үшеуміз тұрып әңгімелесіп тұрмыз. Ана спорт комитетінің бастығының атын ұмытып қалдым. Ваххабизм бар ма дедім күресте. Бар, осындай болып, бір-екі оқиғаларды айтты. Мәселе сода дедім. Ертең біз көңіл бөлмесек, бізбен қарым-қатынас болмаса, тағы сондай көбейеді. Ертең оның артынан жастар ілеседі деген мәселемен басталып кетті, бірақ Аллаға шүкір керемет болды. Қаншама сол кездер әр өңірдің чемпиондары мешіттермен байланыс орнатып, мешіттердің атынан шығып үлкен республикалық жарыста күресті. Семейдің атынан Айбек шығып өтті. Одан кейін екінші жыл мұхит өтті, ол бірақ Петропавлдың атынан өтті, бәрібір де Семей болды. Аллаға шүкір. Бұл жердегі мақсат та сол. Жалпы мен айтайын дегенім, спортсмендермен де діни жұмыс жасау керек. Сол кезде жаңа нәрсе болмайды. Қазіргі кезде енді оразаны көп адам диетамен шатастырып жатады. Ондай бар ғой, қоғамда қазір. Бар ғой, адам боласың болады ғой. Жалпы осы жайындағы пікіріңіз қандай? Жаңа ораза енді ол негізі құлшылық ол. Құлшылық кәдімгідей Құдай. Таза осы айтқан негізінде құлшылықтан бөлек, жалпы адам өзінің ізденіске, шығармашылыққа жаңағы көп нәрседен тыйылып, бос жүрістен, далаға шығудан тыйылып, сондай бір өзінің жаңа қырын ашатын мезгіл сияқты негізінде құлшылық. Сондай ғой, жаңаратын түлейтін ай ғой, ораза деген адамның рухани түлейтін айы. Ол кезде енді ол амалының бәрін шығармашылыққа бөлсе де, басқаға бөлсе де, бір құлшылық деген ниет болу керек. Айтпесе жаңағы біраз салмақ түсіріп алайын, кішкене фигурамды реттеп алайын десе болмайды. Жазда Алакөлге барамын дейтін. Олай болмайды енді ол. Ол жерде ниет Құдай үшін болып тұрған жоқ. Сауап алайын, Алланың айтқанын орындайын деген нәрсе болып тұрған жоқ. Көппен бірге деп жаңағы ақыр олар да сәресіге тұрады, мен де тұрам ғой. Олар бәрі ауызашарға барады, мен де барам ғой деген жаңағы настроймен салмақ түсірейік деген ниетпен сол қате болады. Сосын тағы да бір сұрақ енді. Қазіргі кезде жастардың арасында жүремін ғой. Инстаграмда отырамыз, әлеуметтік желіде. Енді оның алдында сторис деген бар ғой, білесіз Осқар? Сторис алады ғой, жалпы 24 сағат тұрады Инстаграмда. Сонда андай стористер қаптап кетеді, ораза басталған кезде бәрінде ифтар деп құрмамен түсіріп, ол жалпы дұрыс па, қалай ойлайсыз өзіңіз айтыңызшы? Көпке көрсету, жаңағы жариялап, болмаса мешітте намаз оқып отырған сәттерін түсіріп видеоға өзінің адамдар. Оны жалпы көрсету керек пе, әлде ол жасырын болу керек па адамның өзінің ішінде ғана? Жалпы құлшылық жасырын болу керек. Мысалы, мен ораза ұстадым деп басталып кетеді, кеше басталып кетті. Бірақ енді бұл жерде насихат мақсатында, соларды шақырайын, кішкене насихат мақсатында, мақтану мақсатында емес, соларға жеткізейін, оларды да қызықтырайын деген ниет болса, ол дұрыс. Ал бірақ жаңағы құрбан айт кезінде де болып жатады, құрбан шалып жатқанын суретке салады. Ораза ұстап жатса, жаңағы құрма ұстап отырып суретке түседі. Ол енді бірақ рия мақсатында болмау керек. Әркім ниетте байланысты ол жерде. Ниетіне байланысты, иншалла. Мысалы, мынау кейде біз қайырымдылықтар жасаймыз ғой. Отбасылар шақырамыз, жаңағы азық-түлік болса азық-түлікті қойып, сол жерде беріп, сөйткенде кейбіреулер бізге айтады, берсеңдер, тығып берсеңдер дейді.
жасырын. Жоқ, ондай емес мақсат. Мақсат бұл жерде біріншіден насихат. Міне мешітке осындай адамдар келеді, осыларға осылай беру керек. Мұнан мұқтаждар бар міне. Қайырымдылықты естеріне салу бірінші. Екінші, енді оны алғаннан кейін беріп жатқанды көрсету керек қой. Алып жатқанын көрген адам беріп жатқанын көргісі келеді, мысалы бір кәсіпкер. Міне әкеп тастадың азық-түліктеріңізді. Міне беріп жатырмыз деген күмән болмас мақсатында жасалатын нәрсе да. Сол сияқты бұл жерде де ниет түзулігіне көңіл бөлу керек. Сбор ашып кейбір адамдар енді ол аманатқа қиянат жасамайын деп енді халыққа есеп ретінде салып жатады ғой. Ал енді кейбір кезде сәттер болады, енді саяси жағдайда бір сондай бір болады ғой, науқандар жаңағы біреуге жақсылық жасау мақсатында сондай бір кішігірім бір пакет, например, кішігірім бір пакетті беріп, соны үлкен камерамен түсіріп жататын сәттер болады адамның. Қалай айтсам болады, бір ыңғайсыз сәттер болады сондай. Саясатта жүрген адамдар көп бәрі жасырын береді ғой. Жасырын береді. Коррупция болып кетеді ғой, соның ертең қарсына түсіп. Жоқ, сондай бір науқандар болады да, бір кезеңдер болады саяси. Адам өзінің несін көтеріп алатын жаңағы пиарға жұмыстық кететіндер болады. Сосын адамның сол пиардың жолында сондай өсіп келе жатқан бір кішкентай қазақтың қара көзді қаршадай балаларын да бір түсіріп, соны жариялап жүреді. Ол ертең бала мектепке барады, достары болады деген сияқты, оның психологиясына залал келеді деп ешкім ойламайды. Өте қатты оған көңіл бөлу керек біріншіден. Сол жайында айтсаңыз. Мысалы, өзім жаңағы сбор жинаймын деп жария салып, өзінің инстаграмын салып, соған енді адамдар қайырымдылық мақсатында тіркеледі ғой енді. Иә, тіркеледі. Мынау қайырымды екен, мынау жақсы нәрсемен айналысады екен деп адамдар көбею үшін жасайды. Ол жерде де ниет дұрыс емес, ол ниет. Ниет шынайы Құдай үшін болу керек. Мүмкіндігінше жасырын достарыңмен бірігіп барып бер. Ал жаңағы сбор жинау енді мәжбүрлі жағдайда, жоқ жағдайда. Көпшіліктің күші болмаса бітпейді-ау деген жаңа пікір болған жағдайда ғана жасау керек бірінші. Екіншіден оны міндетті түрде рұқсат алу керек. Міндетті түрде біз осылай түсірсек, сіз қарсы емессіз ба, осындай деп міндетті түрде рұқсатын алмай, оны біреудің қанша дегенмен оның ар намысы бар ғой. Ол ар намысына тиюге болмайды. Рұқсатын алып, осылай жасаған абзал. Жоқ, сбор жасауды жалпы жоққа шығарып отырған жоқпыз. Негізінде екі жақ тараптың келісімімен жүзеге асырылатын қазіргі кездегі енді жұмыла көтерген жүк жеңілдің қарапайым мысалы ғой біздің қоғамдағы. Тағы да бір қоғамдағы айшықты оқиғалардың бірі енді қазір менің қатарластарым, жалпы замандастарым дейінгі қалай десем болады. Көбінесе ата-аналары балаларын дінге бет бұрып ораза ұстауына қарсы болады. Әлі ерте, сен жасың келген жоқ. Мүмкін ол денсаулығың алаңдауы мүмкін. Бәлкім сен осындай стереотип болуы мүмкін. Сен қартайған кезде өзі бір уақыты болады, арнайы ақсақал боласың деп сондай бір болжап қоямыз да алдын. Сондай бір ескертулер айтылып жатады. Иә, ондай көп болады. Бізге мешітке кейде ата-аналар келеді. Мына балам ораза ұстайын деп жатыр, бірақ әлі жас, мынаған түсіндір дейді. Анада не түсіндірің білмей қаласың. Оны ұстама деп насихаттамайсыз ғой. Ана ұстайын деп. Егер оған мен ұстама десем, ол мына имам былай деп тұр деп, ол теріс ағымдар тыңдап кетеді. Сосын ол жерде өгіз өлмейтін, арба сынбайтын жолдар айтамыз. Бірінші ата-анасына түсіндіреміз. Ата-ананың уайымы орынды, ол баланың кез келген нәрсесіне уайымдайды. Денсаулығына уайымдайды, сабағына уайымдайды, немесе осы оразаға дінге беріліп жүріп, анау Сирияға кетіп қалам ба деп уайымдайды. Соның бәрінде біз жұмыс жасаймыз, балаңыз ұстаса ұстасын, бірақ бізге контрольға беріңіз дейміз. Біз үйретейік, бізге келсін, бізбен жүрсін, біздің мешітте отырсын, еш нәрсе болмайды деп ата-аналарға түсіндіреміз. Сол сияқты ата-аналарға да айтатынбыз. Ондай кезде ешқандай қорықпай, нетпей, баламен арнайы мешітке келіп, бір ұстаздың қолына тапсырып, дұрыстап қадағалауда ұстаса, керісінше ол ораза ұстаған жақсы емес па. Мынау жастарға айтарымызда қазір ата-аналардың уайымы орынды негіз. Өйткені бірден жастар дінге берілген кезде мынау арабтар сияқты болып кетеді. Сөзі де, ісі де, түрі де, киімі де ол дұрыс емес негіз. Ол дін араб бол деген жоқ қой. Имандылығың болсын, ораза намазың болсын, бірақ қазақи мұсылман болуымыз керек. Абай, Шәкәрімді еліктейтін, солардың сөзін мен
ұран етіп өмір сүретін жастар болуымыз керек та. Сол мақсатта да біз мына мешіттің жанынан медресе көтереміз, Алла қаласа. Ол жерде сол қазақи діни тәрбие болады, Алла қаласа. Жалпы өзі Дінмен қатар Абай шәкәрімді, алаш қайраткерлерінде жастарға оқыту мақсатында. Сол кезде ата-ананың уайымы ол кезде болмайды деп ойлаймыз, Аллаға шүкір. Абай атамыздың сөздерінің жаңағыдай процентке келетін болсам, мысалы үшін көп сөз Құраннан. Иә, бәрі діннен алған. Құран мысалы үшін бізге ауыр болуы мүмкін. Абай атамыздың өлең арқылы, жаңағы сөздер арқылы, өлеңдер арқылы бізге ана тілімізде жетті. Ана тілінде түсінікпен, жылдам түсінікпен жазған. Қазақтың қарапайым қара сөзімен. Қара сөзімен кәдімгі тез жетімді, тез жетім үшін істелінген нәрселер ғой. Мысалы қараңыз, әуелі Құдайдан қорық дейді, пендеден ұял дейді. Балаңды тәрбиеле, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма дейді. Түгел Құранның сөзі ғой. Бірақ қазақша сөз дейді, Құдайдан қорық. А пендеден ұял дейді. Осындай керемет нәрселерін біз оқып, ұғынып, ұстансақ, сол екен нағыз дін. Менің түсінгенім бойынша жалпы бүгінгі осы ортақ диалогтан біз қашан ақырындап дәстүрден қол үзе бастаймыз, сол кезде діннен де қол үзе бастаймыз деген сөз. Ақырындап дәстүрді сақтап, әрқашанда дінімізді, асыл дінімізді ұлықтап жүрсек, ешқандай да кембағал болмаймыз деп ойлаймын. Енді біздің бағдарламамыздың дәстүрге айналған сәтіне де келіп жеттік. Айбек аға, өзіңіздің жалпы біздің көрермендерге айтар бір ауыз сөзіңіз. Абай атамыздың менің өзім ұстаным, спорттағы ұстаным. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Ол тек қана еңбек етіп, шын ниетте болып, шыдамдылық танытып, сабырлық танытатын болса, ол кісіде барлық жағдайда жасалады. Не Алла тағаладан тілейсің, соның барлығы болады. Асқар аға, енді өзіңізден біздің көрерменге бір ауыз сөз. Әуелі ораза қабыл болсын. Ең бірінші жаңа көп нәрсе ниет мәселесін айтып отырмыз ғой. Ниетке қатты көңіл бөлу керек оразада. Бұл ораза ата бабамыздың қалдырмай ерекше ұстап келе жатқан құлшылығы. Абай атамыз ораза, намаз, зекет, қаж, талассыз іс, жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Оразаның барлық мүмкіндігін пайдалануымыз керек. Ол жанымызға да, руханиятымызға да, мінезімізге де, тіпті тәнімізге де, өмірдегі күнделікті жүйемізге де қандай әсері бар, соның бәрін пайдаланып, жақсылап атқарсақ, бұл келесі бір жылдыққа дейінгі оразамызға үлкен бір рухани азық, бір мінезімізге жақсы бір жүйе болуына өзіміз себепкер болуымыз керек. Әуелі сөзіңді түзе, сөзің ісіңе айналады, ісің әдетіңе айналады, әдетің мінезіңе, мінезің сенің тағдырың. Келесі кездескенше дейміз.